Сәлем қыздар, бүгін Дана мен Қолөнер айдарында осындай әдемі өрнектерден тұратын ыстық тағамдардың астына қоятын жасайтын боламыз. Ең бірінші біз қойғышымыздың жасайтын оюлардың көлемін анықтап алуымыз қажет. Сіздер әртүрлі көлемде жасасаңыздар болады өздеріңіздің ыдыстарыңызға сай. Мен нақты қазір 30 сантиметр етіп жасап жатырмын. Суретте көрсетілгендей, мынау жасыл оюдан 4 ою, сары оюдан 4 ою, ортадағы оюдан біреуін қиып аламыз. Ең бірінші мына оюлардың суретін салып қиып алуымыз қажет. Оюлардың суретін салып шықтым. Енді жақсылап қиып матаға түсіретін боламыз. Оюларды осылайша қиып алдық. Ендігі кезекте ортадағы оюдан біреу, домалақ оюдан және де мынау екі кіші оюдан 4-4-тен матаға сызып ойып аламыз. Кіші 4 оюды ойып алу үшін маған көлемі 15-20 болатын материал жеткілікті болды. Бұны сызып ойып алу үшін бізге материалдың үстіне паутинка жабыстыруымыз керек. Паутинка дегеніміз екі жағда жабыспақ материал. Оны матаға жабыстыру үшін оракул немесе пергаментный бумаганы қолданамыз. Паутинканың үстіне пергаментный бумаганы қойып, үтікпен басып шығамыз. Суреттегі оюлардың түсіне жақын етіп, 3 түрлі материалға паутинканы жабыстырып болған соң оюларды сызып шықтым. Сызып болған соң ойылған оюлардың астына енді астар дайындауымыз қажет. Сіздерге өлшемі, көлемі, мына ортадағы сызықтардың өлшемдерін видеоның астында ақпарат ретінде қалдыратын боламын. Ақ түсті дөңгелекшеңінде диаметрі 30 см. Екі астарды ойылған соң, біз көк түсті дөңгелекшеге паутинкамызды ойып жабыстырып аламыз. Астарымызға көк материалға паутинканы жабыстырып болған соң, екінші астарымыз ақ материалдың оң жағына осы көк материалымызды жабыстыратын боламыз. Немесе сызылған сызықтарымыздың бәрін қырқып ойып алып, рет-ретімен қойып, бәрін бірге жабыстыруымызға болады. Оюларды осылай рет-ретімен қойып, үстінен үтіктеп шығамыз. Үтіктеп шыққаннан соң бізде осындай әдемі, ерекше, көзге түсетін ыстық тағамдардың астына қоятын қойғыш шығады. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Алдағы уақытта түрлі қолөнер бұйымдарының жасалу жолдарымен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Дана. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.